Сәлем құрбым, бұл менің осындай форматтағы алғашқы видеом, сондықтан сенен барынша үлкен қолдау күтемін. Соңғы уақытта байқаған боларсыздар, жеке мен өзім басымнан сондай сәтті өткізген болатынмын. Мен көп армандаймын, бірақ сол армандарыма жетуге ешқандай әрекет жасамаймын. Көп ізденіп, осы ютубтан видеолар қарап, көптеген мақалаларды оқып, мен өзімдегі бір үлкен мәселені таптым. Ол мәселе кішкентай адам синдромы. Ең алдымен осы синдром жайлы сөйлесіп бастайық, әрі қарай неліктен біз көп армандап, сол армандарымызға жетпейтініміз жайлы толықтай айтып беретін боламын. Енді кішкентай адам синдромына келетін болсақ, оның осындай белгілері бар. Егер осы белгілер сенде болса, міндетті түрде осы видеоның соңына дейін қара, сол белгілерден қалай арылу керек екенін бірге талқылайтын боламыз. Ең бірінші белгісі, сен армандайсың, бірақ сенен ешқандай әрекет жоқ. Иә, сен бір арман қоясың, бірақ оны жасауға сен ешқандай да әрекет жасамайсың. Бұл ең бастапқы белгілердің сипаттардың бірі болып табылады. Екіншісі, өте банальный естілуі мүмкін, бірақ шынымен де неден бастарыңды білмейсің. Үшіншісі, көп ойлайсың, бірақ ештеңе істемейсің. Яғни қазіргі бізде TikTok болсын, Instagram болсын, осы YouTube болсын, біз көп жаңағындай мотивационный видеолар көреміз, өзімізді сондай бір аз уақытқа өтірік энергиямен толтырамыз, өтірік мотивациямен толтырамыз. Яғни көп ойланаймыз, менде мысалы мынандай мәселе бар, андай бар, мынандай бар деп ойлай береміз, бірақ ешқандай да әрекет жасамаймыз. Яғни сол ойларымыздың алдын алмаймыз. Одан кейін бізде үлкен мотивация болады, бірақ ол мотивация бірден өшеді. Мен жаңағы айтып кеткендей, біз сондай мотивацияға толы заттарды көргенді, оқығанды ұнатамыз. Біздің миымыз соны қалап тұрады. Бірақ ол мотивация ұзаққа созылмайды. Яғни сіз бір күні мотивированный болып жүресіз, бірақ келесі күні ол мотивацияңыз су сепкендей жоқ болып кетеді. Таныс па? Келесі белгілердің бірі, барлығы дұрыс болғанда ғана бастайсыз. Яғни идеальный мінсіз моментті күтіп отырасыз. Мінсіз уақытты, мінсіз жағдаяттарды, өзім мінсіз болып алайын, содан кейін бастаймын деп біз көп жоспарларымызды шегере бергенді жақсы көреміз. Келесі екі синдром, ол өте қарапайым синдромдардың бірі. Ол туралы мен айтсам да айналамызда қаншама адамдар айтады. Ол біріншісі сенімсіздік, екіншісі салыстыру. Яғни біз өзімізді жеткіліксіз деп санаймыз. Мен жеткіліксізбін, мен жеткілікті әдемі емеспін, мен жеткілікті ақылды емеспін, мен жалпы айтқанда жеткіліксіз тұлғамын деп өзімізді есептейміз. Және содан туындайтын келесі белгі айтып кеткендей, ол салыстыру. Өзіміздің қазіргі бастапқы жолымызды басқалардың аяқтап бітіп жатқан жолымен көп салыстырамыз. Әрине қазіргі таңда 20-21 жастағы адамдар ата-анасына пәтер алып беріп, өздеріне көлік алып, шетелде оқу оқып, шетелге көшіп жатқандарын көріп, біз өзімізді олармен көп салыстырамыз. Бірақ осы тұста біз түсіну керек затымыз, салыстыру ешқашанда бізді әрекет жасауға алып келмейді. Сондықтан да біз осы сипаттардан, осы белгілерден, жалпы осы синдромнан қалай арылуымыз керек? Сол жайлы айтайық. Біріншісі, ол арманымызды мақсатқа айналдырамыз. Яғни әр жылы мен дұрыс мақсат қоймай жүр екенмін. Мысалы, көбіміз былай айтамыз, мен білмеймін, мысалға саяхат жасағым келеді деп айтамыз, бірақ бізде нақтылық жоқ мақсатымызда. Оның орнына біз осыны мен Түркияға, Стамбулға жазда 2 аптаға анаммен барғым келеді деп жазуымыз керек. Жазуымыз керек емес деп мақсат қоюымыз керек екен. Яғни уақыты бар, жері бар, және сол мақсатқа жетудегі қадамдарымыз бар. Сол арқылы біз арманымызды мақсатқа айналдырамыз. Екіншісі, ол біз ойлауды емес, әрекет жасауды әдетке қалыптастыруымыз керек екен. Біз көп ойлаймыз, мен ертең бастаймын, мен арғы күні бастаймын, мен келесі ай бастаймын, мен мына жерге жазылғым келеді, мен мына жерге барғым келеді. Яғни біз көп ойлай бергеннен уақытымызды жоғалтамыз.
сол уақытымыз жоғалып, қалай бір жылдың өтіп кеткенін, қалай жарты жылдың өтіп кеткенін түсінбей қаламыз. Мен ойымша ондай сәттер бәрімізде болған деп ойлаймын. Мен өзім жеке басым солай көп мақсаттарымды, көп армандарымды шегере беретінмін, оның орнына ойлай беретінмін. Мендегі осы ойлай берудегі өте үлкен бір қиындық болған сәт, ол менің позитивное жаңағындай мышление деп айтады ғой. Менде өте қатты негативті ойлар көп болды. Мен мысалы бірдеңені бастайтынмын, бірақ ойлайтынмын, мен қолымнан келмей қалса ше. Бірақ ол жаңа қорқынышқа жатады дегенде қазір оны тоже айтатын боламыз. Келесі айтқандай, ол қателесуден қорықпау. Мен көп құрбыларыма айтып жатамын, кез келген тәжірибе, ол тәжірибе, мейлі ол жаман болсын, мейлі ол жақсы болсын, ол бәрібір бізге айналып келгенде тәжірибе алып келеді. Сондықтан да біз қателесуден қорықпауымыз керек, себебі әр қателіктен біз сабақ аламыз, сол арқылы біз күшейеміз, сол арқылы біз жігерленеміз, және де қайта сол қателікке бет бұрмаймыз. Осы тұста мысал ретінде кішкентай балаларды алатын болсақ, олар жүріп бастағанда көп рет құлайды, бірақ бір құлағаннан кейін болды, мен жүрмеймін деп отырып қалмайды ғой. Мысалға олар әрі қарай да тырысады, әрі қарай да жүреді, себебі олар оның соңында олардың не күтіп тұрғанын түсініп тұрады. Бізде де сондай болу керек. Яғни әрі қарай қателесіп құладық па, құлағаннан тұрып мақсатымызға жетуіміз керек. Осы тұста тағы да бір қызық зат айтып кетейін. Мен 3-4 жыл бұрын бір өте күшті текст, ақпарат оқып қалған болатынмын. Егер саған Құдай лимон берсе, ой, бұл қышқыл ғой деп жылап отырып алмай, керісінше сол лимонды алып лимонад жасау керек деген сөз маған өте қатты өтті. Әлі күнге дейін миымда қалып қойыпты. 4-шісі ол мотивация күтпеу. Қашан біз түсінеміз, біздің мақсаттарымыз, біздің армандарымыз бізден басқа ешкімге керек емес, достар. Әрине бізге қолдау керек. Ол достарымыздан болсын, ол ата-аналарымыздан болсын, қоршаған ортамыздан болсын. Бірақ түптің-түбінде ол мақсатқа жететін сіз, ол мақсат тек қана сізге керек. Сондықтан да айналадағылардан мотивация күтпеңіз. Және мотивация қашан пайда болатынын айтайын ба? Сіз өзіңіздің мақсатыңызға жетуде әрекет жасап бастағанда ғана мотивация пайда болады. Сондықтан да күніне 1045 сағат осындай видеоларды көріп, мотивация іздеп уақытыңызды құртып алмаңыз. Мотивация іздеудің орнына өзіңізге есеп беріңіз. Мен бүгін не бітірдім? Мен ертең не бітіремін? Мен не жасап жатырмын? Қандай мақсатпен жасап жатырмын? Ол мақсат маған керек пе деген сияқты өзімізге күнделікті есеп беріп отыруымыз керек. Күнделікті болмаса да, тым болмаса аптасына бір рет өзімізге есеп беріп отырайық. Және соңғысы, басқалардың ойынан тәуелсіз бол. Шынымен соңғы жылдары осы әлеуметтік желілер пайда болғалы бізге өте қатты қоғам әсер етеді, біздің ойымызға, біздің мақсаттарымызға. Осы тұста біз тағы да ойлануымыз керек. Мақсат қоймастан бұрын 5 рет ойлаңыз, 10 рет ойлаңыз, бірақ отырып ойлаңыз. Бұл менің қалайтын мақсатым ба? Әлде маған соны қоғам ұсынып тұр ма? Банальны да? Бірақ осы банальності біз ұстанбаймыз. Одан бөлек басқалардың ойы бізге қалай әсер етеді, біз қорқамыз. Мен туралы не ойлайды, не айтады, менің ата-анам не айтады, менің таңдауымды жаңағындай қалайды ма, қаламай ма, ұсына ма, қабылдай ма деген сияқты бізде күніне миллион ойлар болады. Бірақ біз оны да шегеруіміз керек. Ойланудың орнына әрекет жасауымыз керек. Әрекет. Жаңа айтып жатады ғой, қазақтар бекер емес, әрекетке берекет демекші. Сондықтан да бүкіл күшіңізді қолыңызға алып, тек қана әрекет жасап бастауымыз керек. Сіздермен болған мен Шолпан, және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді осы видеоның астына қалдырып кетіңіздер. Бұл менің осындай форматтағы алғашқы видеом. Сондықтан кішкене қобалжып, кей жерде сөйлей алмай ойымды қалыптастыра алмадым. Бірақ сіздерге пайдалы болдым деген үміттемін.